Қаламыздағы Ықсанов атындағы Қызылорда политехникалық колледжінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департамент мен облыстық білім басқармасы біз адалдықты таңдаймыз тақырыбында марафон эстафетасын өткізді. Пролетардың ұлы көсемі Владимир Ильич Ленин өзінің бір еңбегінде біздің қас жауымыз центристер десе, кешегі кеңес үкіметінің кезінде одақтың қас жауы немқұрайлылық деп келді. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан бері қалыптасып келе жатқан Қазақстанның дамуының тежегіші сыбайлас жемқорлық. Осы бір келеңсіздікті жою үшін қаншама бағдарламалар қабылданып, биік мінберлерден үнемі айтылып келеді. Дегенмен адам адалдықты бала күннен бойына сіңірмесе, дендеп кеткеннен кейін дерт кеулеген кеудеден оны алып тастау қиын. Сондықтан адалдыққа бала күннен тәрбиелеу мақсатында құзырлы орындар, тәрбиелік салалар көптеген шаралар өткізуде. 2018 жылдан бастап орта білім беру ұйымдарында адал ұрпақ клубтары құрылса, облыстағы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында саналы ұрпақ клубтары құрылды. Және де осы саналы ұрпақ клубтарының мүшелерінің ұйымдастыруымен, осы саналы ұрпақ клубтарының жоспарының аясында 18 қаңтардан бастап марафон эстафета өз бастауын алды. Марафон эстафетаның негізгі мақсаты студенттердің бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мүлдем төзбеушілікті және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Барлық оқу орындары мен жастар орталықтарында қазір көптеген тәрбиелік шаралар өткізіліп келе жатса, соның бірі осы марафон эстафета. Сонымен бірге студенттер өздерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойларын, көзқарастарын, өздері салған суреттер, жазба плакаттарға жазылған үндеулер, шығармалары арқылы жеткізіп марафон эстафетаны жалғастыруда. Біз адалдықты таңдаймыз атты марафон эстафетасына мен өз шығармамды ұсынған болатынмын, және ол сайыстан мен үшінші орында иегендім. Және де мен соған қуаныштымын. Қазіргі мен өзімнің қатарластарымды, достарымды ондай сыбайлас жемқорлықтан аулақ болуға, қазірден бастап таза адалдықпен, өзінің адал терімен, адал еңбегімен өзінің осындай биік дәрежеге жетуін қалаймын. Және сол жолда өзім көптеген шаралар атқарып, өзім атсалысқым келеді. Қазіргі қоғамда көптеген ағаларымыз енді сыбайлас жемқорлықты болдырмауға көптеген іс-шаралар жүргізіп жатыр. Енді осының бірі, осы біздің колледжімізде өткізіп отырған біз адалдықты таңдаймыз деген марафон эстафетасы. Осындай шараларға Рамазандай қаншама жас қатысып жатыр. Олар ойын түрінде өтіп жатқан, өздеріне жақын шараға белсене араласқандармен бірге қаншама тәлімді тәрбиені бойларына сіңіреді. Демек, болашақ бүгіннен басталады. Тілегенбек Арыстанов, Айдос Исаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.